Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай уч-пуч мак дайындаймыз. Жылы суымызға 1-2 қасық қантымызды, кішкене тұзымызды, құрғақ ашытқымызды саламыз және бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың кішкене бөлігін алып қаламыз. Бізге соңында бетіне жағуға керек болады. Осылай араластырамыз және осының үстіне ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Достар, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып, мені қолдай кетіңіздер. Комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Осындай қамырымызды илейміз. Енді соның астына кішкене май жағып, жылы жерге көтерілгенше күтеміз. Енді осындай етімізге кішкене май қосып, бір картоппен бір жуамызды салып, үстіне тұзын сеуіп, осылай бұрышын салып араластырамыз. Енді ашыған қамырымызды алып, үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды бөлшектерге бөліп, жаңағы салмасын ішіне салып форма жасаймыз. Бұрыштап форма жасап, ортасына кішкене тесік қалдырамыз. Осындай дайын болған самсаларымызды үстіне жұмыртқамызды, жаңағы алып қалған жұмыртқамызды жағып, үстіне кішкене кунжутымызды сеуіп, 180 градуста пісіріп аламыз. Достар, видеома тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне бізде дайын болды. Ас болсын.